Так, біз Жаркент қаласындамыз. Юлдашева мешіті дейді. Тарихи мешіт екен. Сол мешітке келіп жатырмыз. Ешқандай шегесіз салған дейді бұрын. Қазір енді реконструкция болған шығар. Бұйырса қазір ішін көреміз. Бұрын мына есіктен кірген ғой. Қазір жабық. Так, ход осы жерден дейді. İçinde giyit de var deyip görüyoruz o. Қай жеріне дейін барады сонда? İşinin бәрін ба? Иә, ішінде қазір мына жерде үлкен залды көресіздер. Мына жақта жеті бөлме. Қазір макет тұр ғой. Мына макет. Полный көріп жатсыздар. Қазір мына жерде тұрсыздар. Мына үлкен залды, мына ортасын мына жақты көріп жатсыздар. Мына жақтар енді өзіміздің кабинеттер ретінде орналасқан. Қанша уақыт келеді мынаны аралап шығуға? Смотря өзіңіздің жүргеніңізге байланысты. Ішіне кірдік. Ауласы. Қай жылы салынған сонда? 1887. 130 жылда. Кімдер салған? Архитектор Қытай кісісі болған, Хонкек деген. Ал салған шеберлер осы жердегі әр түрлі ұлттардың шеберлері. Шегелері бар. Өткен совет үкіметі кезінде казармадан бастап мен сонда ат қораға дейін пайдаланылған ғой. Так, мынау ше. Қазір намаз оқымайды просто. Қазір музей ретінде. Үсті әйелдердің намазханасы болған. Кіштері. Баяғы медресе болған дейді. Ұлдарға қыстаға. Салған кезде, уже болған ағаш деп, кейбір кісілер музейді салған кезде отырғызылған ағаш деп. Нақты жылын арналайды. Аппарат болмағаннан кейін өлшенген жоқ, бірақ 130 жылдан асқан дейді. Мынаған 130 жылдай болған да, мына ағашқа? 130 жылдан асқан ағаш. Еще мына жақтарында бір бұтақтар сынып қалған, негізі бая қарай шығатын болған ғой. Мынаяғы медресе болған екен бұрын, ұлдардың, қыздардың. Медреседе балаларды оқытатын бөлмелері мына жақта болған. Мынау медресесі бұрынғы. Қазір
Қаяна қарай? Макеттер Қазақстандағы белгілі. Келесі жағы. Мен бір бұрын медресе болған ғой сондай, иә? Мына жерде кәдімгі балаларды оқытатын бөлмеде. Акустикасы барлығы сол. Мына жерде Құран оқытқан бұрын. Балдарды оқытқан. Акустикасының бәрі солай дейді. Жаңғырады. Аллаху әкбар, Аллаху әкбар. Акустикасы мықты. Есептеп салған ғой бәрі. Аллаху әкбар, Аллаху әкбар. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. Машалла. Мына қыздар медресесі болған. Оның ішінде түсіруге рұқсат жоқ. Экспонаттар бар екен. Так, біз шығамыз енді ход. Бұйықты. Керемет. Әсер алдық. Сіздер енді кіріп атсыздар ма? Иә. Керемет әсер алдық. Бұрынғы кезде еске түсіріп. Жақсы.